Assalamualaikum ko'pchilik. Bu AT310 degan datchik, ya'ni korroziya sensor deb ataydi. Bu deytin жұмыс жасау принципі жөнінде қысқаша айтып кетейін. Бұл трубалардың қанша деңгейде коррозия бар екенін Wi-Fi арқылы таратып операторға көрсетіп отырады. Бұл жерде мына магнит трубаға жабыстырылады түбі, және де үстінде бұл жерде батарейка қондырылған, және де Wi-Fi мен теңестірілген зат болады. Арнайы бұның үстінде компьютермен настройка жасайтын бөлімі болады, соны жасайды, және де бұл Wi-Fi арқылы таралым болады. Трубаның қанша деңгейде коррозия болып тұрған сигналын беріп тұрады. Және де бұның дейтін бізге кездесті AT210 деген қолданылған жеріне байланысты әртүрлі типтері бар. Қазір монтаждалып тұрған сіздерге көрсетемін. Бұл дайын монтаждалып тұрған датчик. Яғни астындағы магнит трубаға жабысады, және де өздерінің нөмірі схемада көрсетіледі. Бұны дейтін осындай пластик лентасы бар өзінің, соны арнайы бұлай тартады, кесіп. Сосын тағы да бұл жердегі тесік арқылы троспен тартады тағы да. Оның да өзінің арнайы мынандай хомуты бар, ұстап қоятын. Ешқандай несі жоқ. Бұл жерде тек жетіспей тұрғаны батарейка бұл жерлерде. Және де ол жұмыс жасай береді өзіне өзі. Бұл трубаның коррозиясының сигналын береді.